Ассалаумағалейкум, Алаш жұртының ағайындары, армысыздар, құрметті футбол жанкүйерлері, әсіресе бірінші лига командалар арасындағы тағы бір кездесу. Біздің сүйікті командамыз Елімай футбол клубы Алматылық Хан Тәңірі клубымен кездеспекші. Ойын тартысты болады, оған сөз жоқ. Сондықтан қос командаға да сәттілік, дегенмен біз өзіміздің команданы қолдау үшін келгеннен кейін біз әрине командамыздан жеңіс күтеміз. Ал кеттік. Біз орталық стадионға ендік. Бұл жерде енді қызықты көкес. Осылай басталады. Здравствуйте. Міне жергілікті біздің команданың өзіндік жиделері сатып алады сезілер матч алдындағы. Футболдың тойы осылай сезіліп келеді бізде де. Здравствуйте. Елімай футбол клубының жалаулары. Міне қысқы маусымға дайындық дейміз ба бұл? Ал, сәттілік бауырым. Қазан айының 31-і осы бөлік жанкүйерлер арасында ойнатылады. Сондықтан барша жанкүйерлерге сәттілік, өзінің иесін тапсын, лайықты адам. Санаулы сәттен қазір матч басталады. Біз оған дейін орналасып, стадионға жайғасып, жұртпен бірге лесіп келе жатырмыз. Біздің команда жаттығу үстінде ойын алдында. Әр жанкүйердің қолында осында Елімай алға деген қағазша бар. Ал енді Рауан ютубтағы алғаш подписчиктер құтып алсын. Рахмет, семей футбол жасай берсін. Рахмет. Алға семей, Елімай. Елімайдың нағыз жанкүйері. Бірде-бір матчын қылған емес. Тіпті Елімай құрмай тұрып бүкіл жерде осы Рауан жүрген. Елімай футбол клубы медиа саласының бас маман десем болады. Сәттілік. Давай. Санаулы сәттен кейін матч басталуға дайын. Елімай Хан Тәңірі командалар арасында кездесу 24 турде бағана айтты. Еркебұлан Нұрғалиевті көріп тұрмыз, команда капитаны. Жанкүйерлер ағысы ақырындап жиналуда. Хан Тәңірі футбол клубы оңай шаңғылар жаңғақ емес. Білікті ойыншылар бар құрамында. Менің білуімше Ермек Қуантаев, Бауыржан Тұрысбек те осында жүр. Ал ойыншылар алаңға беттеп барады. Берік Айтбаев Шемитті көріп тұрмыз. Берік Аяқ. Таки. Футбол дәстүрі бойынша ойыншылар қол алысып барып бастайды. Әрине жай матч болмайды. Өзіне деп. Абубакыр қонақтар командасы ойыншысы. Есепке суретке түсті біздің команда. Ақылдасатын шаруа бар дейді ғой, шыны керек. Біз айттық 24 тур ойын бар, бірер минуттан кейін басталады. Үйрешін ысқырған күтіп тұр командалар. Мацунага үшінші Ермек нөмірде. Қуантаевты көріп тұрмыз, кезінде қайратта жасындай жарқылдаған ойыншы. Яковлев 91-ші нөмірде. Зайнет қонақтар ойыншысы. Айманов 77-ші нөмірде көрсетеді. Бека жанкүйерлердің қолдауы Яковлев
Қонақтардың шабуылшысынан допты тартып алды. Осы соғылған қол Яковлевке шығарша алмас. Смыков допқа жете алмады. Жанкүйерлер келуде. Әлі ойынның басы ғана ғой. Міне қандай шабуыл болар деп ойлағанбыз, а? 77-де Айманов. Смыков қайтеді екен. Кавторадзе бұл жерде. Хорош, дейді. Біздің сұрмерген, біздің шабуылшы. Қауіпті әрине. Біздің құрама күшейген сияқты шабуылдан шабуыл көрсетіп жатыр. Қорғаушылар сыр беретін емес. Мына Абубакыр қорғаушы екен, қонақ командасының бағанадан құтқарып жатқан ойыншы. Еркебұлан Нұрғалиев доппен. Ерке Семей жанкүйерлерінің сүйікті ойыншысы, капитаны. Ойын тартысқа толы. Ең басты біздің команда шабуылда. Қонақ қақпашы доп ойынға қосады. Жанкүйерлер қарасы көбейіп келе жатыр. Аз болмайтында біз күмән келтірмейміз. Қандай қауіпті, а? Біздің команданың қауіпті бір кезеңі. Бауыржан Тұрысбекті көріп тұрмыз. Жасында жартылдаған ойыншы қалай болады екен? Гол ма екен бұл жерде? Жігіттер. Қауіпті. Біздің команда шабуылда еді ғой. Шабуыл жалғасуда. Шмидт қайтер екен. Еркебұлан Нұрғалиев қапелді бұр. Ерке айырылма доптан. Яковлев. Ай. Қалай бұл? Екі қаптары дейді. Жанкүйерлердің дауысын тыңдадыңыздар ма? Бізде осындай дәстүр бар. Керемет мүмкіндік. Бека! Тебе ғой! Ай, молодец, Еркебұлан, жарайсың! Әдемі! Ай, тағы тепші! Гол-ма! Тағы теп! Бека Кавторадзе қарсы ойын тәртіп бұзылған жоқ па? Біздің 9-қты көздейтін 9-шы нөмірдегі Бека Кавторадзе төрешілерден ойын тәртіп бұзылды деп сұрауда. Бека доппен кәне! Ай! Ештеңе болған жоқ дейді төреші. Абубакыр мен Смыковтың арасындағы талас. Ашуланады. Тәртісті ойындар осылай болады. Шмидт артқа қарай Қаршакевичке қалдырды. Кавлин асықпауда, асықпайтын жөні бар. Бақылауда ұстамаса болмайды. Оңай шағылар жанға емес екенін байқатты команда. Таки ортада. Ай, бізге гол керек қой. Шмидт кезінде жасында жартылдаған премьер-лигада тәжірибелі ойыншы. Шмидт доп ойынға қосады. Жанкүйерлерді мазасыздануда. Ол күтеді ғой әрине. Біз Бауыржан Тұрысбекті байқадық 13-ші нөмірде. Ұлттық құраманың шабуылшысы болған. Ал Еркебұланды көтерген добы. Бека және гол!
Bizde esep 1-0 esep açıldı. BK Kaftaratsi bilen gördünüz ғой. BK Kaftaratsi. Молодцы, BK. Есеп 1-0 асықпай шай іше берсе болады шығар, а? Ақмес командасының енді көңіл күйі жоқ. BK Kaftaratsi. Талас тартыс. 1-0-ге сеніп отыра беруге болмайды. Жігіттер оны жақсы түсінеді. Басында тасқамал болып көрінген қорғаушылар ғой енді. Қазір біраз сыр берді. BK-дан көз жазып қалды, қонақтар көрдіңіздер. Әдемі ойнады. Премьер-лигаға лайықты ойыншылардың бірі осы BK Kaftaratsi. Ол менің ойыммен. Жете ала ма екен Берік Шайықов? Доптан айырылып қалды. Болады ондай болады. Біздің жанкүйерлер жеңіс тойлап жатқан сияқты. BK тағы гол салды. Семейде бүгін той 2-0. Есеп сонымен 2-0. Бүгін ойыннан не күтесің бауырым? Бесін бола ма? Рахмет, айтқаның келсін. Елімай чемпион ба? Молодец. Сонымен есеп 2-0. Ойынның 30 минут өтуде. Біздің команда алда. Қонақтар шабуылдап көреді. 9 нөмірдегі ойыншы. Қауіпті. Бауыржан Тұрысбекке көтергендей болды. Таки күтіп алар ма екен алдынан. Айманов. Алысқа асырды. Еркебұлан. Допқа талас. Қауіпті Еркебұлан Нұрғалиев. Берік Айтбаев төреші өзінің наразылығын білдіруде. Қонақтар шабуылдап көреді. Есеп 2-0 енді ол бізге өте тиімді есеп қой. Есеп айырмасын бірінші таймда қысқартып, екінші таймда есеп теңестірсем дейді қонақтар. Таблодағы көрсеткіш бізге жұмыс жасап тұр екені. Денис Кавин допты ойынға қосуға асықпайды. Асықпау түсінікті. Ал Сымықов жас шабуылшымыз не істейді екен? Ар жақта құлап атқан. Айманов қой деймін. Берік Шайықов әдемі өтті. Доктор үшілігі жетпейді. Берік Шайықов. Берік Айтбаев қалдырды. Ермек Қуантаев. Қайратта жасында жарқылдаған ойыншы Аймановтан айласын асыра алмады. Біздің қосалқы құрамдықтан ойыншылар. Арманды көріп тұрмыз. Руку покажи, что делать. Пускай не перестраивайся. Не забудь. Әрқашан баптайтын жаттықтыру үшін өз кеңесін айтты. Покажи руку и какую. Христиан, значит, фланг. Отдать.
Попробуй. Oyuncular biraz su içip ellerini basıp alırlar. Vaqt var siyahtı. Karayıslar dediğisi bütündür. 15.900. А так бы, если я знал бы, допустим, на Валеру, я бы поднял бы руку. Біздің команда 2 голдың авторы Бека Кавторадзе. Бізде әзірге ойыншы алмаса қойған жоқ, қойдым шамасы. Ойын қалай, ұнап жатыр ма? Есеп 2-0 ғой. Ары қарай гол сала ма, салмай ма? Салады өйсің, қорытынды есеп неше olur? Өзің жас футболшы ретінде пікірің? 3-1 болады, рахмет. Елімай алға. Бұрыштама добы. Еркебұлан Аймановқа қалдырды. Өте қауіпті болған. Доп маған қарай үшті. Ойынды жылдан бастады. Тәжірибелі Қуантаев. Шемек Еркебұланға қалдырды. Еркебұланға айтты екен! Еркебұланға терімізді. Қонақтардың гол салғысы кеп жүргені көрініп тұр. Біздің кейін Скавлин және бір қауіпті Жойсын соққын алып шықты. Бека жетті доппен. Асықпайден. Қарап, дайындап. Ойынлар екен. Еркебұлан. Ой! Араласқан сет бірін-бір түсінбей қалды ойыншылар. Қорғаушылар қорғап қалды қақпаны. Былайша айтқанда блок қойды. Абубакыр мазасыздануда. Семейден біз дейді жанкөлер. Айманов. Әріптесіне қалдырды. Кәрім Смыков! Қақпа қолмен табылды. Балған Тұрысбек. Дай, мяч, дальше. Все. Сен Елімай қай жылғыда ойнайсың?
Елімай 11-де ма? Бүгінгі ойын қалай, ұнап жатыр ма? Ойын қалай, ұнай ма? Иә, ұнайды. Жақсы болып жатыр ма? Есеп қаншада болады депсің? 3-0. Бізде осындай әдемі көрініс. Кемпір қосақ дейді бізде оны. Елімай удачи. Счет? Счет 2-0. Не, пока 2-0. Пока 2-0, да. Итоги? 4-0 будет. 4-0. 4-0? 5-0. Ко второму забьет Нургалиев. Ко второй же кет қалды ғой замена. Нургалиев забьет, Нургалиев. Нургалиев забьет, да? Да. Все, удачи, ребят. Бауыржан Тұрысбек доппен ойынға жиі араласуда, себебі шабуылшы бұл. Біздің капитан Нургалиев доп ойынға қосты. Қуантай біздің қорғаушылардың мазасын алуда. Әдейін есеп айырмасы қысқартқысы келеді ғой. Шмитқа қалдырды. Ергем Нұрғалиев қақпаның қолына өз ашылауында енді. Кенгри сатындағы кезекті. Елімай сатындағы кезекті ойыншылар алмасуы 10-шы нөмірдегі Ертуған Нұрғалиевтің орнына 22-шы нөмірдегі Магомед Эмин Рабаданов шықты. Ергем демалып алсын. Арманлысы Мұхаммед Еңсербаев сақтығуда. Қосал қойыншылар. Ал кетті Арман, Смайыл қайтеді екен! Бұл жерде. Қандай момент. Мұхаммед Еңсербаев! Өзді өкініп тұр, енді өкінетіндей жөні бар. Біздің команда екі тең нәтиже, қалғанның бәрі жеңіс. Сол серияны жалғастырып келе жатыр. Бірер минуттан кейін төреші сықырады, Алла қаласа. Ал Рамаданов, Мұхаммед Едім Рамаданов! Бұрыштамады оба. Және қауіпті соққын жасаған Мұхаммед Едім Рамаданов. Жанкелер орнынан тұрып алды. Ойын ұнады ма? Жақсы ма? Жақсы. Сухой ал кет. Молодец. Как игра? Нормально? Елімай алға. Елімайдың жас жанкерлері. Ойын қалай, ұнады ма? Күшті ойын, вообще супер. Біздің қақпаға 11 метрлік айып добы. Оны орындайтын Бауыржан Тұрысбек. Денис Кавлиннен. Біз әрине үміт күтеміз, тақпалса жақсы болар еді әрине. Жарайды, бұған да шүкір. Ойын аяқталды. Бұйырса, біз премьер-лигадамыз деген сөз бол. Қазақстан премьер-лигасына Біз премьер-лигадамыз! Мы премьер-лиге! С победой! Все вместе! Высшая лига! Высшая лига! Высшая лига! Ермек, спасибо! Barchalarınızdan şöyle kapatıyoruz. Kırmızı Yılmaz Jankelleri. Yılmaz Kuthala. Alga bugün öttük. Kutuyaga kalan baskan. Bugün de oyuncularımızı bayırız bir kısmına kutuklaş. С победой! Спасибо.
Futbolcularga bir og'izdan rahmat aytib, hurmatli jangovar, ko'pchilikka barlarimizni o'rtaga. Biz sonradan Premyer Ligadamiz. Спасибо. Бауыржан, рахмет. Спартакта ойнағанда есіңнен? Иә. Tamam. Бұл сәтті күту керек. Рахмет. Молодцы, жігіттер. Араға 10 жыл салып, 9 жыл салып біз жоғарғы лигаға қайта оралдық деген сөз. Бізді Премьер Лигада намысын қорғайтын осындай біздің семейлік жігіттер бар. Нұрсұлтан Советқазы. Міне. Араға 9 жыл салып біз жоғарғы лигаға қайта оралдық. Осындай жігіттер міне үлкен еңбегі сіңді. Өздері қарапайым. Жанкүйерлердің алдында да сыйлы бұл жігіттер. Қазақ қонақжай халықтың осындай ойыншыларға міне желбіреткен туын қолына ұстатып, үлкен сыйластық көрсетуде. Міне фотоға түсіп алдық. Қалай ойын қалай? Премьер Лига құтты болсын. Давай, фото!